Құрметті менің тыңдарманым, әңгіме басталмай жатып лайк басайық. Өзіңіздің қай өңірден екеніңізді, және сіздерде қазір сағат неше болғанын комментарийге жаза кетіңіз. Ағайынның арасындағы бітімді біріктіріп, көңілді кіріктіретін осы абысын қауымы екені баршамызға мәлім. Бауырлар арасында татулықты орнататында немесе ара жігін ажырататында осы абысындар. Бұл шындық. Сондықтан келесі әңгіме осы абысындар жайлы өрбімек. Сіздерден шабыт болса, менен мағыналы әңгіме болары сөзсіз, ендеше қабыл алыңыздар. Әже деймін. Кім бар, көмектесіңдер. Мама. Су төк үстіне қызым, су төк деп Жұман әйелін қысып ұстап тұр. Жәмила кеше ғана жаңбырдың суынан толып кеткен қазаннан қолына тиген затқа суды толтырып, анасының үстіне шашып үлгерді, денеден шығырлаған дыбыс шықты. Не болды құлыным? Ойбай, не өрт мынау? Сұмдық деп Жәмиляның әжесі келінін көріп, не болғанын түсінбей жатыр. Тал түс кезінде дауыстары бүкіл ауылды дүрліктіріп, Жәмиляның үйі азанда қазан болды. Жұман, не болды, келін аман ба, құлыным, құлыным күйіп қалған ба? Жәмиля, үйде айран бар еді, ой. Ия, әке, анасының күйіп қалған денесін көрген Жәмиля екі сөздің басын әрең құрап тұр. Бар, әкел, не тұрсың? Қазір деген бойда бой жеткен үйге қарай жүгірді, тамға кіргені сол еді. Газдың иісі үйдің ішін алып барады. Ас бөлмеге кіру мүмкін емес, әйтеуір айранды тауып әкелді. Жаққан айран күйген денеге сіңіп кеуіп бой бермей жатыр. Қап әттеген ай көліктерінде туысқандары айдап кетіп еді. Енді қайтпек, Жұман жанталасы көшеге көлік іздеп, тез арада тауып әкелді. Жәмилады әкесімен еріп, анасын ауруханаға бірге алып кетті. Жол бойы Жәмиляның анасы тілге келіп қызына бауырларын тастай қылып тапсырып жатыр. Үйдің үлкені өзіңсің, екінің мен сіңілің өзіңе аманат. Әкелеріңді сыйлаңдар. Аздап шетіні болмаса, сендерге зияны жоқ. Мама, бәрі жақсы болады, сіз жазыласыз, кішкене шыдаңызшы, жетіп қалдық деп Жәмиля анасының айтқан сөздеріне қорсылдап жылап жатыр. Ауылдың қисық көшелерімен жетті ауруханаға. Өте ауыр жағдайда түскен Жәмиляның анасы, онсыз да күйгенге дейін көп ауыра беретіндіктен, дәрігер тез арада жан сақтау бөліміне жатқызып, қажет екпелерді салғызып, тағы да керек дәрілердің тізімін Жұманның қолына ұстатты. Жәмиля үйдің үлкені, анасы денсаулығына байланысты үнемі үйде, өзінен бөлек екі інісі, бір сіңлісі бар. Әкелері кішігірім егіндікпен айналысады, көктемде егіп күзде жинайды. Араққа құмар болғанымен аса ешкімге зияны жоқ, өз еңбегімен отбасын асырап жүр. Біреуден кем болса, енді біреуден артық өмір сүруде, сонымен қатар бірге Жәмиляның әкесінің кіші інісі және әжесі тұрады. Онсыз да денсаулығы жоқ келіннің мынадай шарасыз күйге түскені қарт ананы да қайғыға салды. Жас күнде Жәмиляның әжесі өз енесінен көп қиыншылық көрген екен. Сол кездері ертең өз алдыма келіндерім болғанда мәпелеп, мен көрген қиыншылықтарды оларға көрсетпеймін деп өзіне серт берген. Жәмиляның анасы екінші келіні, одан бөлек үлкен келіні бар, олар бөлек тұрады, көп ұзамай кіші ұлы да үйленбек. Осы енесінің арқасында Жәмиляның анасы Жұманның ішкенде де көзін жұмып қойған. Енесінің жақсы адам екенін бүкіл ауыл біледі. Бірақ Жәмиляға әкесінің ішкені аса ұнамайтын. Сыныптастарының алдында сол үшін ұялады. Алқаштың қызы деп бетіне салық салмаса да, сырттай айтатындар көп. Дәл анасы ауыр хәлде жатқан кезде Жәмиля соңғы сыныпта оқитын, сөз байласып жүрген жігіті де бар. Көрші ауылда тұрады. Екі ауылдың ортасы 3 шақырым жер, бала махаббат қойсын ба, Самат күнде келіп Жәмиляны мектептен алып, үйіне дейін шығарып салады. Күндіз келе алмаған кезде, түнде келіп ауласын торуылдап жүретін. Жәмиляның әкесі қанша ішкіш болса да, қыздарын да, ұлдарын да қатал тәрбиелейтін. Сондықтан Жәмиля үйдегілерге сездірмей, Саматпен қашып кездеді. Ауруханадан әкесі Жәмиляны үйіне қайтарып, үйдегілерге бас көз бол деп жібереді де, өзі әйеліне керек дәрілерді іздеп орталыққа кетеді. Дымға зауқы соқпай, үйіне екі беті іспектей болып келген немересін көріп, қарт әже алдынан шығып құшағына басып, басымызға салғанды көрерміз деп басу айтады.
Бұл күндері Жәмила Саматпен кездесуін сиретіп, үйдегі өзіне қарап отырған іні-сіңіл бірлерінің қамымен жүр. Ауруханада шешесінің жанында үнемі әкесі, бір рақпар келген сайын араққа сылқиып тойып келеді, бірде әжесі. Жәмила, осы сен ертең өзің барып келші мамаңа, мына әкеңнің түрі маған ұнамай жүр дейді. Әжесінің күдігі расталып, анасы мүшкіл хәлде екен. Күйген жерлерінің барлығы суланып, оралған мәрлісі терісіне жабысуға шақ қалған. Үйіне келіп бар көрген білгенін әжесіне айтады, дереу ортаға адам салып, келінін көрші елге аттандырып жібереді. Көрші елде бір ай жатып, анасы ауылына құлан таза айықпаса да, жағдайы жақсарып қайтып оралады. Саматпен аралары күннен күнге ыстық болып барады. Бірін бір күн көрмесе сағынысып көрседі, бірақ кездесулері өте қиын еді, көбіне жұрттың көзінен таса жерде кездеседі, ауылдың шетінде егіндіктер көп болатын, кездесулері үнемі сол жерде өтеді. Биыл соңғы оқу жылдары екеуі де арман қуып үлкен қалаға аттанбақшы. Жәмила мектебіндегі үздік оқушы, әжесі екі қолдап немересінің жоғарғы оқуға түскенін қолдап отыр. Әкесі көнсе болғаны. Жұманды енесі мен келіні көндірді, Жәмила оқуға түсетін болды. Тамыз айының аяғы оқуға қалаға кету керек. Самат дәрігер мамандығын таңдаған, үйіндегілері басқала Алматыға оқуға түсуін қалап отыр. Ол жаққа кетсе Жәмиланы мәңгі көрмейтініне сенімді, ал Жәмила өз қалаларына мұғалім мамандығы бойынша оқуға түседі. Мына тұрған аудан орталығына әзер жіберіп тұрған әкесі Алматыға жібермейтіні айдан анық. Ертең қалаға кетемін деген күні Самат Жәмиланы кездесуге шақырды. Қалайда шығу керек, егер де Самат Алматыға түссе, енді кездесулері екі талай. Жүректері алып ұшып, екі ғашық егіндіктің басында түнделетіп жолықты. Жәмила, ант берші басқа жігіттермен сөйлеспеймін деп. Ант беремін. Сен ше? Әрине жаным, сені мәңгі сүйіп өтемін. Самат, Алматыға кетіп қалсаң ше? Жоқ, мен қалайда бармаудың жолын қарастырамын. Маған сенші деп Самат ыстық құшағына ғашығын қысып, айлы түннің жарығынан әзер көрініп тұрған Жәмиланың көздерін сүйе бастады. Мен сені сағынатын боламын. Мен қоштаспай жатып сағынып жатырмын сені жаным. Жәмила, ешқандай қыздармен қыдырмайсың, ешкіммен таныспайсың. Менің Шымкентте ағаларым да, достарым да бар, оларға саған қарап жүрсін деп айтып қоям. Жә, қойшы болды, мені кім деп жүрсің, әлде сені алдаған күнім болды ма? Бұртимашы, тек ескертіп жатқаным. Әлде, оқуға түспей үйленеміз бе? Қой қайдағыны айтпай, мен қалайда оқуға түсуім керек, ертең дипломсыз келін болғым келмейді. Бұл талқыланбайтын тақырып. Иә. Тек уәдеңде тұр деп Самат пен Жәмила таң ұясынан шыға-шықпас кезде әрең қоштасты. Үйге жаймен кіріп келе жатқаны сол еді, анасы алдынан шығып қолын бір сермеп таң атысын көрсетемін сен қызға деп Жәмиланы бөлмесіне итеріп кіргізіп жіберді. Жұман егіндікке кетісімен Жәмиланың анасы қызын оятып алып. Кімнің баласы, сен саусың ба өзі? Мама, біз тек доспыз. Не білдіріп жүрсің сен, қазір апарып тексертемін, осыдан таза болма түнде келген жеріне қайта апарып тастаймын. Біз саған сондай тәрбие бердік пе? Ең болмаса ана әжеңді сыйласаң қайтер еді. Әкеңе оқуға жібер деп күйіп-пісіп жүр. Мына жүрсіңмен сен ертең барған бойда бізді қарабет қылмақшысың ғой. Мама, рас айтамын тексертіңіз, біз ештеңе білдірмедік. Мен тазамын, Самат ондайға бармайды. Самат? Кімнің баласы ол? Арғы ауылдың деп Жәмила анасына Саматтың ата-анасы жайлы айтып берді. Жәмила, сөздің шынын айтсаң олар оқыған-тоқыған адамдар, бізге қарағанда ауқатты тұрады, сырттай танимын. Тең-теңмен дейді. Байқалданып опық жеп жүрме, егер әкең екеуміздің бетімізді жерге қаратсаң, бітті дей бер, алдымен мені өлтіреді, артынан сені өлтіреді әкең. Осымен анасы мен қызының арасындағы әңгіме аяқталды. Анасы қызын оқуға жібермей қойсам ба деп те ойлады, мына түндегі жүрісінен кейін. Күйеуіне айта алмайды, айтса өзін қоса сабайды. Жәмила анасына жылап-сықтап оқуға жіберуіне көндіреді. Самат басқа қалаға оқуға түседі деп өтірік айтып. Солай армандаған оқуына түсіп туысқан апайының қасына орналасады. Сонда да құрғыр жүрек махаббатын аңсап, Самат қайда екен деумен болды. Ауылдас таныстарынан сұрастырып көріп еді, ешкім Самат жайлы білмейтін болып шықты.
Телефонда жоқ хабарласып сұрайтын. Не болғанда да Алматыға кеткен болды ғой, әйтпесе ендігі іздеп келер еді. Жәмиланың апайының үйі түскен оқуынан қашықтау еді, сондықтан көп ұзамай сол оқуға тиесілі жатақханаға орналасуды жөн көреді. Орналасып алған соң, ауылына барып ата-анасына оқуға түскенін айтып қуантайын деп, бір шетінен Самат жайлы хабар біліп келейін деп шешті. Әжесі ата-анасы қыздың оқуға түскеніне қатты қуанды, бірақ өкінішке орай Жәмила Саматтың қайда оқуға түскенін біле алмай еңсесі түсіп оқуына қайта қайтты. Жатақханаға келген бойда курстас қыздары сені бір сыныптасың іздеп келді, сен жоқта деді, және өзінің тұратын квартирасының телефон нөмірін қалдырып кеткен екен. Жәмила бірден кім екенін түсініп, жүрегі алып ұшып, жатақхана бақтерінен телефон сұрап алып, қолындағы нөмірді тере бастады. Самат, бұл мен. Жаным, сен қайда болдың? Сені іздемеген жерім жоқ. Мен ауылға барып келдім, сенен хабар болмаған соң сұрастырайын деп едім, мен осындамын. Қалайша ешкім ештеңе білмеді. Сұраған адамдарымның барлығы Алматыға кеткен болар, білмейміз деді. Саған сөз бердім ғой, қашан келесің? Көп ұзамай Самат Жәмила тұратын жатақханаға құстай ұшып жетті. Екеуі жыласып көрісіп, енді ешқашан айырылыспаймыз деп тағы серттеседі. Осылай үлкен қалада қайта табысқан ғашықтар алаңсыз махаббатқа толы күндерін бастарынан кешіп жүрді. Күнде кешке кездеседі, отырмақтың барлығына жұп болып барады. Бірде кезекті жастардың отырысына барар да, Самат сабақтан кеш шығып, Жәмилаға үйіне қарай келе беруін сұрайды. Далада кешіккен жігітін күте шаршаған Жәмила Саматтың квартирасына көтеріліп кетеді. Бұрын соңды кіріп көрмеген еді. Кіргені сол, көзіне оттай суреттер басылды. Міне қызық, Самат төсегінің басына Жәмила мен анасының суреттерін қапта біліп қойыпты. Яғни ең жақын адамдарының біреуімен болғанын ғой деп қыз көзіне жас алады. Осыдан кейін Саматты одан да бетер қатты жақсы көріп, оның айтқанымен ғана жүретін болды. Екеуінің де қызықты студенттік шақтары басталған уақыт. Күндіз сабақтарынан бас алмай, кеш бата сағынышпен кездеседі. Бірінші семестрге таяп қалған кез, емтиханға дайындық басталып кетті. Самат келуін бәсеңдете бастады. Басында емтиханнан қолы тимей жүрген Жәмиланың өзі онша мән бермеді, бірақ қау өсектер құлағына жете бастады. Бір отырыстарда мыс Саматты басқа бой жеткенмен көргендер бар екен. Жігіттің өзінен сұрап көріп еді, басын ала қашып, Жәмиланың өзіне дүрсе қойды, қайдағы біреулердің сөзіне сеніп деп. Бірақ бұл осымен тоқтап қалмады. Самат жайлы әңгімелер күннен күнге көбейіп бара жатты. Қанша жігітіне сенгісі келсе де, Жәмиланың көңілі Саматтың ақталуынан орнына түсе қоймады. Осылай екеуі жиі жанжалдасатын болды. Бірде Жәмиланың ауылдан келген жақын құрбысы қызға: осы Саматты қойсаң қайтер еді? Неге олай дейсің? Әдемі жігіттер жүргіш болып келеді, ертең сорың болып жүрмесін. Мен оған сенемін. Жәмила одан бөлек тағы бірдеңе айтайын деп едім, тек мені дұрысынан түсін. Ой, осы жұмбақтамай айтшы, тағы не болып қалды? Оның отбасы жайлы не білесің сен? Отбасына не болып қалды? Ерте ме кеш пе естисің, артыңнан жаман сөз ергенін қаламаймын. Бір сұрақ қояйын, жауап берші, ештеңе жасырма. Тух, не созбалап кеттің, айтшы айтарыңда. Араларында ештеңе болмады ма? Сен амансың ғой. Мені кім деп жүрсің? Құрбым, мен әлі пәкпін, соны естігің келсе. Жәмила, болды араларыңды үшші, мүмкін ол сені қимай айталмай жүрген болар. Ал үздім делік, сонда не үшін? Оның анасы қарсы, сенің әкеңнің шетінін біледі екен. Самат үйіндегілерге сен жайлы айтып беріпті. Не болғанда да алқаштың қызын алып бермеймін, қалайда айырып аламын деп отыр. Мына өсекте естіген Жәмиланың үстінен тоқ ұрғандай болды. Ешқашан Самат Жәмиланың әкесі жайлы аузын ашпаған еді. Жәмила құрбысына сыр білдірмегенмен, іші алай-дүлей болып, соңғы күндері Саматтың неге өзгеріп жүргенін түсінгендей. Әке-шешем қандай болмасын, олардың арына ешкімге қол соғып, алқаш деп айтуға жол бермеймін деп жігітті кездесуге шақырды. Самат, былай ғой, мен саған түрлі сылтау айтып басыңды ауыртпаймын. Не болып қалды, Жәмила? Мен сенің соңғы күндері не үшін өзгеріп жүргеніңді түсіндім. Қысқасы, енді маған келме. Себебі мен ата-анамды ешкімге ренжіткізбеймін.
Анаңа алқаштың қызы ұнамаса, басқа қыз алып бере қойсын, мен еш кедергі жасамаймын. Жәмила, қойшы, барлығы сен ойлағандай емес. Кім саған мына әңгімені жеткізіп жүрген? Самат, барлығы мен ойлағандай. Сенде ата-анаңның сөзінен шыға алмайсың, шық деп те айтпаймын. Сондықтан болды, бәрі бітті. Жәмила, ақылдасайықшы деп тоқтатпақ болған Саматтың қолын қағып, қыз еш бұрылмастан кете берді. Жәмила бұл соңғы кездесуің деп үзілді-кесілді бір жолата жігітпен арасын үзді. Оның тарапынан ешқандай ақталуды, не болмаса әке-шешемнің сөзіне бола сені тастамаймын деген сөздер күтпеді, естігісі де келмеді. Ата-анасына деген құрметін, Саматқа деген махаббатынан биік қойды. Тәрбие деген осы болар, қазақта бекер айтылмаған ғой, әке-шешең жынды болса байлап бақ деп. Осылай екі ғашық бір-бірінен алшақтай берді. Самат қанша Жәмилямен сөйлесіп райынан қайтармақ болғанымен, қыз қайта табысуға ешқандай мүмкіндік бермеді. Саматты көрген жерінде танымайтын адам кейіпін танытып, мүлде амандаспай қасынан өте шығатын. Көп ұзамай Жәмиляның әкесі қайтыс болды. Оны Саматта естіп, қыз әкесінің қырқын өткізіп келгенде көңіл айтуға жатақханаға келеді. Екеуі сыртта біраз сөйлесіп, бірақ Жәмиля шешімін әлі өзгертпегенін Саматқа іс-қимылымен жеткізеді. Сөйлесіп жүрген адамың бар ма? Бар, сенде жалғыз емес шығарсың. Иә. Самат, рахмет келгеніңе, бақытты бол. Мен ішке кіріп сабаққа дайындалуым керек. Сау бол. Іштерінде айтылмаған сырлары қалды. Жәмиля ешкіммен сөйлесіп жүрмеген еді. Тек Самат бір жолата күдерін үзсін дегені. Қанша сағынып қайта кездескісі келсе де, намысы жібермеді. Студенттік өмірлері жалғасын табуда, құрбысының туған күні жақындап қалды. Кешке сәнденіп келген Жәмиля бүгін ерекше әдемі. Саматты да жиі ойлауын азайтқан шағы. Жақсы басталған отырысты бір топ жігіттер келіп, Жәмиляның көңіл күйін бұзып жіберді. Енді ұмыта бастадым ба дегенде, неге осы бір Самат алдымнан шыға берді деп, сол отырыста жігіт сымақтың барлығымен билеп, Саматқа көрдің бе, менде барлығы жақсы деген сыңай танытқысы келгендей. Мүмкін кішкене көкірегің кермесе, әңгіме басқаша болар ма еді. Самат Жәмиляның әрекетіне бір шетінен қызғанып, бір шетінен ренжіп, ешкімге ештеңе айтпастан кетіп қалады. Ол кетісімен Жәмиляда ендігі отырудың қажеті жоқ деп, қойылымының өз мәресіне жеткеніне қуанғандай, бірақ іші күйіп, ол да отырмақтың соңын күтпей қайтып кетеді. Сол түні жастығы шылқыған жасқа толып, таңға дейін көз ілмей шықты. Неткен қатал өмір. Шын ғашықтар қосылмайды деген осы болар. Студенттік шақ өтіп жатты. Самат пен Жәмиля екі бөлек адам болып кеткені қашан, бірақ сырт көзге солай тек. Себебі Жәмиля қанша басқа жігіттермен танысып, алғашқы сезімдерін ұмытуға тырысып бақса да, өзі ойлағандай бәрі оңай бола қоймады. Әр танысқан жігіттерден Саматтың ер мінезін, әдемі келбетін іздеп отырды, сондықтан болар ешкімге шындап көңіл бөлмеді. Қанша жүрегі тулап тұрса да, Саматқа деген пәк махаббатын тұншықтырып тастаумен алысты. Міне 3 жылда өте шықты, үйдегі әкесінің інісі де бір бас екеу. Әжесінің жақсылығы екі келіні де қолында бір үйде тұрады. Жазғы демалысында үйіне келген бойжеткен қарап бос отырмай жеңгесінің бір жағына шығып, әжесінің сілтеуімен үй тірлігіне араласып кетті. Жалпы анасына айталмаған сырын осы жеңгесімен бөлісетін, сондықтан Самат пен Жәмиляның ортасындағы жағдайды жеңгесі жақсы білетін. Осы жолы Жәмиля күтпеген жаңалық естіді. Ерке қыз, сен естідің бе? Нені? Самат жайлы. Оған не болыпты деді, құлағы елеңдесе де, сыр білдірмей. Жақында үйленді, келіншегінің аяғы ауыр болып, анасы әрең көніпті. Оның анасына осы ешкім жақпады ғой деген күйі, Жәмиля отырған жерінен қалай тұрып кеткенін өзі де сезбей, сол баяғы соңғы кездеген егістік басына жүгіріп жөнелді. Расымен бәрінің біткені ме, жүрегі солқылдап ауырып барады, жанына батып, жылай-жылай көзі іспектей болып ісіп кеш бата үйіне оралды. Ертесі ештеңеге қарамастан ауылдан кетемін деді. Күні кеше келген қыздарының бұл әрекетін әжесі мен анасы түсінбей, тағы бола тұрсаңшы деп үгіттеуде. Уақыт зымырап, оқуының 1 жылы өтті, қызыл дипломы қолында, өз мамандығым бойынша жұмыс табылғанша дәмханада даяшы болып жұмыс жасай тұрайын деп, қалада қала тұруды шешті. Ауылға барса дипломы бар қызды қағып алушылар дайын тұр.
Бірақ қатал тағдыр, жаралы жүректің жарасын қайта тырмалап жіберді. Самат өзінің жұмыстастарымен дәл Жәмилә орналасқан дәмханаға тамақтануға келді. Көздері түйісіп, бір-біріне деген сағыныштарын жасыра алмады. Жәмилә, бұның артық енді. Ертең сені қарама қарсы кафеде күтемін. Келме, мен бармаймын. Өтініш келші. Ертесі Жәмилә жұмыстан шыққан бойда Саматтың айтқан жеріне келді. Күн ұзағына кездессем бе жоқ па деп ойланумен болды, соңында жүрегі жеңді. Барайын сөйлесейін. Сені келмейді деп уайымдадым. Отбасылы адам, біреуде не шаруасы бар осы. Қырсықсың ғой сен, осы қырсықтығың болмағанда ше. Самат, менің мінезімді талқылауға шақырдың ба? Жоқ. Айта бер онда шаруаңды. Жұмысың қалай, ешкім тиісіп жүрген жоқ па? Тиіссе не істейін деп едің? Самат, айтарыңды тез айтшы, сосын мына отырсың, не, саған ішіп, темекі шеккен мүлде жараспайды деді Жәмилә. Бұрын кездесіп жүргенде еш араққа әуестігін байқамағанын ал. Осы мінезің бар ғой сенің, түсіне алмай қойдым. Өзгермегенсің еш. Сонда не күттің менен Самат, жаным сені кездіргеніме қатты қуаныштымын, сүйемін сені деп мойныңа асыла кетуің керек бе еді. Мені жайыма қой. Бұдан былай дәмханаға келуші болма, соны айту үшін ғана келдім. Өз отбасың бар, менде бақытты болуың керек, сөз байластырып жүрген адамым да бар. Алдында да солай айтып едің, ешкімің болмады ғой. Ол енді маңызды емес. Болды, осымен енді кездесуді іздеме. Жігітім көрсе ренжиді деп соңғы сөзін айтып Жәмилә тағы да кете берді. Ішінен тағдырынан алып, осы Самат неге қыр соңымнан қалмайды, бұлай жүре берсем мен бірдеңе білдіріп қоярмын деген ойға шомылды. Себебі Саматты сағынғаны соншалық мойнына асылып бұрынғыша еркелегісі келді. Бірақ осы бір қатты мінезі немесе Самат айтқандай қырсықтығы ма, шалыс басуына жол бермеді. Неде болса енді Саматқа жолықпаудың амалын тауып, лажы болса тез арада тұрмыс құрудың амалын жасауым керек деп санасына құйып жатыр. Бір күн емес, бір күні нәпсісін тие алмай қарабет болып жүрмейін деді де, даяшы жұмысынан ертесі өз еркімен шығып ауылына қарай бет алды. Бұл жақта Самат мазасын алмайтыны анық, себебі қалада тұратыны белгілі болды. Ойдағыдай бәрі сәтімен мектепке жұмысқа орналасты. Күйеуге шығып Саматты ұмытамын деген жоспарын мектептегі жұмысына бас аяғымен кірісіп кеткенмен алмастырды. Уақыт бір орында тұрмайды ғой, жасына жас қосылған сайын, әжесі мен анасы сен қыз байға тиесің бе, жоқ па, деумен болды. Жақындары біресе ана жігітті көрсетіп, біресе мына жігітті көрсетіп әлек, ешкім ұнамайды. Тіпті өзінен өзі шошиын деді. Мына Самат басымды айналдырып алды ма өзі, не болды, жасым болса біршамаға келді. Ұятта болса жігітті енді өзім іздейін деп, жақын арада тұрмысқа шыққалы жатқан сыныптасына хабарласып тойға шақырту алды. Той басқа қалада еді, 20-ның 5-еуіне келіп барып көрмеген Алматы, кезінде Самат кетіп қалса келмейді ма деген қорқынышты көрінген қала. Барын салып сумкасына жолға шықты. Әй, осыдан біреуге кезікпесем атым өшсін деп өз-өзін қайрауда. Вокзалдан құрбысының болашақ күйеуі дос баласымен күтіп алды. Жәмиләнің көзі бірден батыр десе, бұрынғының батырларындай кең иықты, қасы қалың, ірі денелі батырға түсті. Жол бойы онша сөзге араласпаған соң, ауырма мінезі деп ойлап қояды. Құрбысының күйеуі сампылдап сөйлеп келеді. Той басталды, жастар жағы алыстан келген қонақ қызды баптап күтуде, би алаңына жігіттер жарыса жалмаса шақырып жатыр. Бірақ Жәмиләнің күткені олар емес. Батыр өзімен өзі, ешкіммен шаруасы жоқ, бір төбе болып жүр. Қалайша мынау мені пысқырмайды, маған конкурент болатын қызда жоқ деп өз-өзін айнаның алдында жиі сәндеуде. Жәмилә басқа өзіне көңіл бөлген жігіт сымақтардың қалпағын арға бармай де қайырып жатыр. Көздегені батыр. Қаланың тойы уақытымен аяқталатыны бар ғой, жастар жағы қайтуға асықпады, ары қарай жалғастырмақшы. Кім қай көлікке отырады деп шуласып тұрған сәтте батыр жаймен ғана Жәмиләға: менің көлігіме отыр деді. Өз құлағына өзі сенер емес бой жеткен, тек басын изеп келіскенін білдірді. Батыр көлігіне Жәмиләдан басқа ешкімді отырғызбады. Оның бұл әрекетінен қорыққан Жәмилә болмады, алдын ала қалыңдықтан кім, қандай жігіт деп сұрап алғаны бар.
Манадан Жәмилаға қолдарын жеткізе алмай жүрген жігіттер Батырды атарға оқтары болмай көздеуде. Үлкен қалаға алғаш келгенін айтқаны сол еді Батыр. Жәмила, ренжімесең сол шуылдақтарға бармаймыз. Сонда қайда барамыз? Қаланы саған көрсетемін. Оның үстіне байқадым ғой, кімнің қалай саған қарап жүргенін, деді, жымиып. Қалағаның болсын. Сен менен қорықпайсың ба? Жасым 25-те, неден қорқамын, жеп қоятын өнерің бар ма еді? Үлкен-үлкен көшелермен қаланың таныстыра бастады. Құр отырмай бірден іске көшті жігіт. Жігітің бар ма? Жоқ. Атанаң қайда? Үйде. Тірі ме дегенім? Әкем қайтыс болған. Бауырларың бар ма? Мен үлкенімін, менен бөлек 3 бала бар. Тұрмысқа шығу жақын арада жоспарың бар ма? Оны неге сұрадың? Иә, жоқ. Бар делік ал. Пәктігің орнында ма? Иә, деп мырс етіп күліп жіберді қыз. Күтпеген сұрақ еді. Мен күлкілі ештеңе сұрамаған секілдімін, әлде сайқымазақ көріп тұрсың ба, деп Батыр ашуланғандай болды. Негізі жалпы Жәмилаға осындай тік мінезді, өзінің айтқанын жасататын жігіттер ұнайды. Маған дейін қанша жігітпен жүрдің? Шыныңды айт. Саған дейін біз не сөз байластырып қойдық па? Жауап: ешкіммен. Қанша бала туып бере аласың? Не айтып кеттің? Қойшы болды, мені сұрақтың астына алмай, ары қарай барғым келмей қалды. Жастарға апарып таста. Менің сұрағыма жауап бер. Тух, Алланың бергенін туамында. Басыңда қарызың бар ма? Сен не айтып кеттің? Қой, осы жерден қоя ғой. Байсыз қалсам да ары қарай сенің сұрақтарына жауап бермеймін. Вот имен тиесің маған. Сөздің қысқасы, саған ғашық болып қалдым. Бүгіннен бастап сөз байласамыз. Менен сұрамайсың ба? Ұнамасам менімен бірге кетпес едің. Жәмила, мен адамды қабағынан танитын жастамын. Сондықтан кішкентай қыздар секілді өзіңше болмаш. Бүгін алып қалмаймын. Үйдегілерді дайындауым керек. Оның үстіне сен де қашып кететін жаста емессің. Жәмилаға да керегі сол еді. Араларын 2 қала бөліп тұрса да, 1 жылдың үстінде махаббат дастаны созылды. Қашықтықтан ғашықтық өте беріп, тәтті болып барады. Бірақ үйленуге асықпады. Соның арасында Саматта Жәмиланың ауылда екенін естіп алып, телефон нөмірін тауып мазалауын үдетті. Оралшы, маған әйелімен ажырасамын деген ұсыныс тастады. Кезіндегі шешесінің айтқан сөзін ұмыта қоятын Жәмила майет, көкейін алқаштың қызы деген сөздері тілім қылып кесіп тастаған. Бірде Батырға ойламаған жерден: мені үйдегілер басқа адамға айттырғалы жатыр, деді. Қалайша, мен туралы айтпап па едің? Айттым. Енді тағы қанша жүресіңдер, алатын адам ендігі алып кетпей ме, деді анам. Басыңды қатырып жүрген біреуде деп жатыр, сен жайлы, деп қосып айта салды. Күтіп жүре бере тұратын еді, мына Самат болмағанда. Батыр еш үндеместен телефонды қоя салды. Жәмила да құр бекер уақытым зая кеткен екен ғой деп ойлап қалды. Ертесі телефонын өшіріп тастады, ешкіммен сөйлескісі де келмеді. Қайта Самат соғып қалса, Батырға ерегісіп өмірін басқа бағытқа бұрып кетемін бе деп қорыққандай. Жігітті ойламаймын деп көрші ауылдағы туысқанының үйіне әжесімен кетіп қалды. Телефонын тастап кетті. Шыдамсыздық танытып қосып қоямын ба деп. Бір күн қонақ болып ауылдарына қайта қайтты. Үйге кірген бойда телефонына жармасты. Саматтан біршама қоңырау, және Батырдан одан 2 есе қоңырау түсіпті. Жүрегі тарсылдап, не үшін соқты екен, өмірінде бұлай мені іздемеген ет деген сауалдар бірінен кейін бірі топырлап қойылып жатыр. Батырды өзі соғар деп күтіп отырмай, онсыз да бір күні әрең өтті. Қыз өзі кері байланысқа шықты. Алло, неге телефоның сөндірулі? Айттыратын адамымен кездесіп үлгердің бе? Батыр, сол үшін іздедің бе? Жоқ. Онда шаруаңды айт. Жәмила, сені жоғалтқым келмейді, менің жарым боласың ба? Жәмила. Ау, үйленейікші. Жақсы деп тұтқаның бергі жағында Жәмила қыз мөлтілдеп жылап тұрғанын Батырға білдіргісі келмеді. 2 жақ хабарласып той күнін белгіледі. Жәмиланың бой жетіп қыз бала болып бой түзей бастаған кезден арманы үйден ұзатылып шықсам деген еді. Бірақ үйінің жағдайын көріп, оның үстінен бұрынғыдай бірді бірге қосып, балаларының жағдайын жасайтын әкесі де жоқ, бұл арманы орындалмастай көрінді.
Той болат деген күннен сасқан, әжесі мен анасында аяп барады. Бір шетінен 26-ға келіп қашып кеткені де бір түрлі сияқты. Алланың көзі түзу екен, алыс туыстары Жұманның үйіндегі жаңалықты естіп, тойхана жалдап көмек беретінін айтты. Сонымен қыз ұзатылатын болды. Тағы бір туысқан әпкесі өз мойнына ұзатылу көйлегін алды. Ағайынның жақсылығы басыңа іс түскенде білінет демекші, бір қолдан жең шығарып, барлық тума-туыс Жәмиляны аттандыруға белсене кірісіп кетті. Алыс жаққа келін болып кетіп барады, барғанда жүзі жерге қарамасын деген әрбірінің ниеті болды. Жүгін бірденмен жинап тастады. Жәмиля үйдің үлкені, оның үстіне әжесінің қызы еді, тік мінезі де бар, намысшыл, еркелігі де басым. Анасының уайымы қызына осы мінездері барған жерінде таяқ болып тимесе екен. Қайта-қайта болашақ құдағаймен тілдескен сайын бала менің ішімнен шыққанмен сүйегі, атақ сіздердікі, білмеген жерін өзіңіз түзеп, үйретіп аларсыз, мені қатты сөге көрмеңіз деумен болды. 26-ға келіп қайтып келіп отырса, масқара болмай немене. Жеңгесі де, алдында абысындары бар екенін естігеннен ерке қыз, не десе де, сіздердікі дұрыс дей бер, десмә деп, ешкімді жеңбейсің, бізге жаман атақ әкелме деп ақылын құйып жатыр. Жәмилә мектеп кезінде әкесімен түзде көп жүретін, үйдің шаруасы сіңілісінің мойнында еді. Інілері ол кезде тым кіші болатын. Сондықтан үйге көп икемі жоқ, оны әжесі де, анасы да жақсы біледі. Көбіне анасы ұрысқанда осы сен қыздың қолы басқа жерден өскен деп жиі айтатын. Үйінен жақсылап ұзатылып Алматыға келін болып аттанды. Ақ босағаны үйдің 4-ші келіні болып аттағалы тұр. Пайыздан түскен келінді артынан қосарланып келген қонақтар мен Батырдың достары күтіп алды. Ішінде кезінде Жәмиля тойларына келген сыныптасы мен оның күйеуі де бар, аз уақыттың ішінде үйге де келді, шулап жүрген туыс жекжаттар. Екі әйел адам Жәмиляны көліктен түсіріп жатыр, соның арасынша Батыр, бұл менің туған жеңгелерім, сенің абысындарың деп айтып үлгерді. Түрлеріне көзінің астымен қарап көріп еді, бір көргенге суық болып көрінді. Біреуіне бойы кішкентай екен, мынаның қай жеріне қызықты екен деп айтып жатқанында Жәмиля естіп қалды. Беттеріне тік қарап сұстанып кетті. Бетіне орамалын жауып, үйге кірерде оң аяқпен деп жамыраған жұртта келіннің артынан үйге еніп кетті. Қатты дайындалғандары бірден көрініп тұр. Жаңа құдалар Жәмиляның соңынан еріп келген жеңгелер мен апаларына құрмет көрсетіп, төрге отырғызып, жастарды басқа бөлмеге жайылған дастархан басына жіберді. Ұлы тойдың бастамасы басталды. Кетер кеткенше жеңгесі Жәмиляға үйтпе, бүйтпе, артыңнан сөз еруші болмасын, күйеуіңді сыйла, ата-енеңді құрметте деумен, әйтеуір бір күн қонақтап жатып, ауылдарына кері аттанды. Қонақ аяғы азайған шақ, ешкім келіп жөн көрсетіп жатқан жоқ, не болса да қарап отырмайын деп, жас келін шашылып жатқан дастархан басын жинауға кірісті. Есіне анасының қолын басқа жерден өскен деген сөздері түсіп, бірдеңе қиратып алмайын деп жүр. Келіннің мына жүрісін көрген енесі бөлмеңе барып отыр, бетің ашылмады, жатып демал деді. Екі беті дуылдап жатын бөлмеге аттанып кетті. Батырдың үйі Алматының шетіндегі кішігірім жаңадан салынып бастаған ауылдардың бірінде, үйленгенше үйде сиыр бар сауып білетін бол деп Жәмиляға жиі айтатын. Өздерінің үйінде сиыр болмағандықтан көршісінікін кетер кеткенше сауып үйреніп жүрді. Жеңгелері кеткен күні өзін жалғызсырап қалғандай күй кешті, мүлде басқа орта танымайтын адамдар, абысындарда жатырқап жоламай жүргендей. Беті ашылған күннің ертесі, неде болса ешкімге айттырмай жұмысыма кірісейін деп, Батырдың айтып жүрген сиырлары тұратын қораға аттанды. Ата-енесі ерте тұрып алған екен. Жәмиляны көріп риза болды. Қолынан келгенше сиырларды сауат, енесі сыртынан бақылап, бірақ ләм-мим деп аузын ашпады. Үлкен екі абысыны бөлек тұратын екен, үйде үшінші абысыны күйеуі мен олардың балалары және ата-енесі, қайын-інісі тұрады. Барлығы жаймен ояна бастады. Сиырдың саулып қойғанын көрген абысынның таңырқаған түрін бірден сезді. Жәмиля жас келін, айтқызбай қасына еріп үй тірлігіне араласа бастады. Тек тамақ пісіруден қорқатын үйдегі абысынына бірден өзінің минус тұсын айтты. Жаңа түскен келіннің сылтауы болар деп тамақ пісіре алмаймын дегеніне абысына қатты мән бермеді. Қайдан келгені, көрші туыстары Жәмиляны түсіріп жатқанда болмай қалып, құтты болсын айтып келіп тұрғаны осы екен. Енесі
Қазанға етіңді сала бер, Жәмилә, дегені сол екен. Мама, мен қандай ет саламын, қамырда иілеп білмеймін деп Жәмилә енесіне былш еткізіп тіке айта салды. Келген қонақта келіндерінің сықпыты мынау ма дегендей қарап тұр. Ортаға абысыны кіріспесе, енесінің таяғы тиітте кетер ме еді. Апа, қазір, Жәмилә еттің қайда тұрғанын білмейді, мен көрсетіп үлгермеп едім. Жүр деп Жәмиләні алып келеді. Енесінің көзінен таса кеткен бойда абысына дүрсе қояды. Мә, сен неге ойланып сөйлемейсің, жарайды деп былай шығып менен сұрасаң болар еді ғой. Кешіріңізші, аузымнан қалай шығып кеткенін байқамай қалдым, деді келін басы төмен салбырап. Ұят болады, былай айтушы болма, келген жұрт сынап кетеді. Ертең көшеге шыға алмай қалып жүрмейік, сенің арқаңда, енесіне қарсы сөйлейді екен деп. Батыр білсе мойныңды бұрап жұлып алады. Әдейі емес енді. Осы қайным бізді қатты сынаушы еді. Ата-енемізден қорықпасақ та батырдан қатты қорқатын едік. Байымыздан алмайтын сөгісті сенің күйеуіңнен алатын едік. Барлығымыздың минусымызды ренжімей ме шаруасы жоқ, бетімізге айтып отыра беретін. Үлкен абысындарыңды талай жылатып, олар бұны көрместей болатын. Кешіріңізші, мен білмедім. Қалқан, мына түріңмен сені көп ұстамайды. Не ширайсың, не үйіңе қайта оралмастай болып кетесің. Неге олай дейсіз? Мен айтты деме, үлкен абысының келін болып түскен кезінде, одан кейінгісіне де мына батыр пісірген тамақтарына қатты сын айтады екен. Үлкен абысын бір үйдің бір тал қызы, үйленгеннен кейін сенің күйеуіңнің сөзін көтере алмай үйіне кетіп қалыпты, әйтеуір енем артынан барып әрең көндіріп әкелген екен. Жәмилә батырдың үйдегі алатын орнын және жеңгелермен қарым-қатынасы жайлы естігенде, сенерінде сенбесінде білмеді. Кезінде қыз жігіт болып жүрген шақтарында ананы істей аласың ба, мынаны пісіріп білесің бе деп жиі сұрайтыны бар еді. Қу қыз иә дей беретін. Енді түсінгендей, бұл сұрақтардың сырының астында не жатқанын. Үлкен абысыны мен екінші абысыны бөлік тұратындықтан үйге келіп кетіп жүргендерінде Жәмиләні бақылауда ұстайтындарын жасырмайтын. Пісірген тамақтарына сын айтпай кетпей қалған күндері болмады. Бәкең біздің отырып тұрғанымызға дейін шығып айтып отыратын еді. Бір пысық қыз алатын болар деп ойлайтынбыз. Тіпті макаронның құшақтасып піскен, шайың ашы, сүті аз деп енемізден естімеген сөздерді үйіп төгіп тастайтын дегенді үлкен абысыны келген сайын айта беретін. Ондай сын сөздерге Жәмиләнің сұрайтыны кешірмеді, не үшін екенін толық түсінбесе де, кірерге жер таппай, қызара бөртіп көзі жасаурап кететін. Үлкен келіндері кішілеріне сөйлеп жатса, енесі араласпайтын, тек оңаша қалғанда ғана нанды былай жай, қамырды былай иле деп жөнін айтатын. Ауылдары қалаға тиіп тұрса да қаймағы бұзылмаған отбасы еді. Міндетті түрде сәлем салады келіндер. Сәлем салу деген осы екен деп, жас келін үйдің үлкен кішісінің бірін қалдырмай сала беретін. Жәймен үйдегі абысыны кімге салу керектігін түсіндірді. Бәрінен де шай құю бітпейтін, азап болып көрінетін, үйдегілердің әр қайсысы әр түрлі шетін. Біреуі толтырып құй десе, екіншісі толтырма, үшіншісі қара шай десе, төртіншісі сүтін мол құй дейтін. Екінші абысының келгенде үнемі бір өзінің кесесі бар, соған құйып беруін талап ететін. Егер де ұмытып басқа кесеге шай құйып берсе, үндеместен ішпей қоятын. Жасы 26-ға келіп, үй тірлігін дұрыс үйлестіре алмайтынына Жәмиләнің жыны келетін. Қолын бір сілтеп кетіп қалайын десе, әжесі мен анасының құшақ жая қарсы алмайтынын беске біледі. Олар тойдан кейін мүлде хабарласпады, тек енесінен қыздарының аман саулығын біліп отырды. Оны енесі атасына айтып отырғанда естіп қалғаны бар үлкен құдағай соқты, сәлем айтып жатыр деп. Жүрегі сыздап, мені неге іздемейді екен деп жылағысы келіп кететін. Келін болып түскелі бір байқағаны, қандай тірлік болмасын, енесі үлкен абысының шақырып алып, сонымен ақылдасып отырады. Ол енесінен естігенін өзінен кейінгілерге жеткізеді. Жалпы үлкен абысына, басқа екі абысына қарағанда, жоғарғы оқу бітірген, қызметі де лауазымды, және осы үйде салмақты рөлі бар. Барлық той томалақ соның айтуымен өтеді. Одан кейінгісі есепке жақын, қонақ санын, дастарханның мәзірі, барлығы соның мойнында. Үшіншісі екі абысыны далада жұмыстарын бітіріп жүргенде, бұл келімді кетімді кісілерді баптап, олардың орнын жоқтатпайды. Енді бұл үштікте күні кеше қосылған Жәмиләнің орны қандай болмақ?
Әзірше олар Жәмилядан егейсіз, қолынан дым келмейтін хотунды ғана көріп тұр. Олардың қатарына қосылу үшін Жәмиляға не істеу керек? Жол сілтер адам болар ма екен? Әлде епсіздігін бетіне басып, тек сынаушылар ғана болар ма екен жанында? Атасы артық сөзі жоқ, салған сәлеміне бақытты бол деп айтқаннан басқа жас келінге тіл қатпайды. Қайын ағалары әкелерінің қас қабағына қарап қозғалады. Енесінің пысықтығы соншалықты, үйдегі абысына қашанда енеміз барлық зат өз орнында тұрғанын қалайды деп Жәмиля алған затын басқа жерге қойғанда ескертіп отыратын. Қанша қиындық болса да, Жәмиляның естеріңізде болса намысты қолдан жібермейтіні бар, сондықтан ескертулерді енді қайталамауға тырысатын. Әжесінің Ақбосаға аттағаныңда өзім бақытты боламын деп емес, барған үйіңді бақытты етемін деп бар дегенін жанынан шығармайтын. Кейде абысындарының сынын көтере алмаған шақтарында батырға ішіндегісін айтып салғысы келгенмен, күйеуі әңгімені бастамай жатып аяқтатып тастайтын. Сондықтан олар жайлы жақ ашпау керектігінде түсінді. Жаңа түскен отбасы өте қонақжай адамдар, қонақтар үзілмейді. Соғым басы, шеке неше түрлі сылтаулармен қонақ жиі шақырып тұрады. Міне, Жәмиляның өзін көрсете білуі осындай сәттерден басталған сияқты. Қолынан келмесе де, абысындарына менде жасайыншы, не турайын, не әкелейін деп жағаласып жүретін. Абысындары өте пысық, қонақ күткенде үшеуінен жұмыс артылмайды, енді тіпті төртеуі төрт жақтан дымы жұмыс қалдырмайтын түрлері бар. Келіндерінің қарап отырмай, қозғалыс үстінде жүргені кімге ұнамасын, қолынан келмесе де ұқсап бағып жүр. Үлкен абысындары кейде епсіз қозғалысына ұрсып тастаса да, көңіліне алмауға тырысты. Не болғанда да бәріне бірдей ұнай беру мүмкін емес, сондықтан ең үлкен абысынына көбіне жақпай қалатын. Кейде Жәмиляның көзінше басқаша сөйлеп, сыртынан басқаша айтып отырғаны да талай құлағына жеткен. Ондай кезде ішінен тынады, бетіне келіп қарсы сөйлеген емес. Бәрінен де енесі таң қалдырудан шаршамады. Жәмиля жаңа келін болып түскен шағында үйдегі келіндерінің аяғы ауыр, уақыты келіп босанды. Келіннің толғағы басталды ау дегенде, енесі жарыс қазан жасап, үйлері абыр-сабыр болды. Абысыны үйге оралып келген күннен бастап, енесі Жәмиляны көп жұмсай бастады. Абысының босанып келіп отыр, әлі қалпына келе қоймады, сондықтан енді ширап бір жағына шық деді. Сәби жыласа бірінші енесінің жүгіріп бара жатқанын байқайтын, келінін сорпалап, қалжалап үйдің тірлігіне 40 күн араласуына тыйым салды. Бір қараса құманын алып, бір қараса тамағын алып, келінін баптап жүрген енесіне, Жәмиля да сүйсініп шіркін мен босанғанда да осындай болар ма екен деген қызығушылық пайда болды. Бір жағынан жақсы болды, Жәмиляға енесінің айтқанымен көп затты үйренді. Кішкентайды қырқынан шығарып, бұл жолы тойдың басынан аяғына дейін үшінші абысынның орнын Жәмиля басты. Бір табан екі үлкен абысындарына жақындаған сияқты. Түскеніне бір жылға жақын уақыт болып қалды, жаңа отбасына үйреніп қалған сияқты, тек әттеген ай бала көтере алмай жүр, күйеуі де шамданып қояды. Арасында бір жыл болды, сәби жоқ деген сыңай танытып, бір жыл бойы құрсақ көтермедің деп батырдың арасында сөйлейтіні болмаса, Жәмиляның ата-енесі келіндеріне айып тақпады. Соңғы күндері күйеуінің бала жайлы айта беретіні Жәмиляны уайымға салып, ішінен бедеу емеспін бе осы, мен деген сұрақтармен алысып жүрді. Ай сайын келетін етек кірін, келмесе екен деп тілейтін. Жақындарының, достарының келіншектері екі қабат екен дегенде естісе, ішінде қызғаныш пайда болып, өз-өзін жегідей жеп кететін. Алладан күн демей, түн демей сәбиді сұраумен болды. Бір ай емес, екі ай емес, енді бір жыл бойы көтере алмауының себебін түсіне алмай, күйзеліске түсті, бірде үйдегі абысынына. Мен осы бедеу емеспін бе екен дегенде, неге олай дейсің? Енді бір жыл болды ғой, тым ұзақ уақыт. Жәмиля, әр нәрсе сәтімен, біле білсең енеде Алланың қалауымен сабақталады деген бар. Біз асыққанмен Алла білуші, көруші. Сені біреу неге тумай жүрсің деп кінәлап жатыр ма? Жоқ, бірақ батырдың соңғы кездері көңіл күй жоқ. Осыдан бастамайсың ба? Желдің басы батырдан екен ғой. Оны да түсінуге болады, жасымыз болса 30-ға таяп барады. Жасарып жатқан жоқпыз. Жәмиля, сен уайымдама, көңіліңді түсірмей, үйдегі қызметіңді жасап жүре бер. Бір ретін табармыз. Абысыны келіннен естіген сөздерін бірден енесіне жеткізді. Екеуі ақылдасып, өздерінен бір екі ауыл ары тұратын емшіге апаруды шешті.
Құрсақ көтертуде тәжірибесі мол, барған жұрт құры қол қайтпайды. Қоятын диагноздары тура келетін Жәмиляны енесі абысына ертіп жіберді. Ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ, аз-мыз ем қабылдаса барлығы жақсы болып, бұйырса көп ұзамай көтеретінін сеніммен айтып, емші апай Жәмиляны қуантып жіберді. Айтқандай күш-қуат берсін, күнде айтқан емші апаның ем-домын мүлтіксіз орындап, Жәмиля араға бір ай салып, аяғының ауыр екенін сезеді. Батырдың қуанышында шек болмады. Айы күні жетіп, дүниеге сұп-сұлу қыз баланы келеді. Есімін ата-енесі өздері қойды. Бұл жолы да Жәмиля толғағы қысып, ауруханаға кетті-ау дегеннен жарысқазан жасап, өздері мәре-сәре болды. Шығарып алып келген күні, абысындары үлкен дастархан жасап, әзірленіп отыр екен. Жаңа туған келіншекті артық қимылдатпады, терлетіп қойын сойып, ыстық сорпасын беріп, Жәмиляны да алдыңғы келіндерінен кем күтпеді. 40 күн асты үстіне түсіп, тіпті баланың киімдері былай тұрсын, өз киімдерінде жуғызбады. Жылы құманын енесі бөлмесіне дайындап апарып беріп, далаға шығуына рұқсат бермейтін. Түнде кейде баланың жылағанын ести сала, енесі бірінші бесіктен шешіп алатынын Жәмиля жиі байқайтын. Жәмиляның келіндік өмірінде қызық, қазір өзі күліп еске алатын сәттерде аз болмады. Ұйқысы қатты, түнде бала жылап бесіктен сырғып түсіп қалған. Сол күні қатты шаршаған болу керек, тек автомат түрде бесікті ұйқылы ояу шайқай берген. Батырда сол түні жұмыс бабымен қасында болмаған, түкпі бөлмеде жатқан енесі жетіп келіп баланы көтеріп, Жәмиляға бір еміздіріп бесікке бөлеп алып кеткен екен. Барлық жаңа туған әйелдерде болатындай, Жәмиля да төсімен алысты, қызы аз еміп сүті қатып қала беретін. Ыстық күлше басып төсіне енесі сылап сипап бергенде Жәмиляның жаны кіре бастады. Сонымен не керек, Жәмиля да басқа абысындары секілді бала қырқынан шыққанша үй тірлігіне араласпай, баласын бағып, қағумен отырды. Ешкім келіп түрпектемейтін. Сен неге отырсың немесе жатырсың деп. Себебі барлық абысының енесі осылай баптаған. Батырдың жұмысы өрге домалап, қыздары 6 айдан асқан соң басқа қалаға көшу керек болды. Жәмиля біраз келіндік өмірге пісіп, үйреніп қалған. Енесінің қамқорлығы да жанына жағып, осы үйдің бір бұрышы болып қаланған кезі тұғын. Қимаса да кету керек, күйеуінің жұмыс бабы солай. Ауылдан туған туыстары, үлкендер ақ батасын беріп шығарып салды. Келінді алып қалып, тағы ұстамайсың ба, деушілер де болды. Болмайды, алыста жүріп суынып қалар деп Жәмиляны бірге аттандырды. Жаңа қала, жаңа орта, Жәмиля баласымен үйде, Батыр асыраушысы. Бұл уақытта Жәмиля абысындарынан, енесінен Батырдың жақсы көретін тағамдарын, ыстық тамақтарын пісіруді толық үйреніп алған. Сондықтан бар шаруасы Батырды баптап қызын бағу болды. Жиі енесі хабарласып, амандықтарын біліп тұрады. Үйде атасы мен енесі, үшінші қайын ағасы мен абысыны, балалармен және қайынынысы қалды. Негізі үшінші баласын бөлек шығарып, қолдарында Батыр мен келіншегін, кенжесі үйленгенше ұстап отыру жоспарда болған. Бірақ күтпеген жерден Батырға жұмысынан ұсыныс түсті де, орындарынан жылжу керек болды. Жәмиляның күйеуімен бірге кетуіне қарсы шыққандардың бірі ең үлкен абысыны еді. Әлі ерте бөлек кетуіне қызмет жасап біраз жүре тұру керек дегенді алға тартты. Мүмкін соған бола ренжігені ме, кетіп қалдың деп, Жәмиляға көшіп кеткелі хабарласпай қойды. Ауылдарында тағы үлкен тойдың кезегі келді. Үйдің кенжесі қайнысы үйленетін болып, Батыр мен Жәмиля да той қамына көмектесу үшін. 4 келін 4 жақтан білек сыбана, той дайындығына кірісіп кетті. Тойхананы жалғалып, дастархан мәзірін өздері жасайтын болып келісті. Расымен де 4-еуі біріксе, бүкіл жұмысты қопарып тастайтын. Жұрт қызықса қызыққандай абысындар. Даудың басы Даурабайдың сиырынан басталыпты демекші, бұрыннан да реті келсе сөзбен шаншып, қадап алатын үлкен абысына, Жәмиляны осы келгенде де тиісіп, әрекеттерінен кілтипат іздеп жүргендей болды. Жәмиля қарсы сөйлемеуге тырысатын. Себебі алдыңғы 2 абысына ол үйдің үлкені, қандай бар солай қабылдауымыз керек дейтін. Енесі де алғаш көрген келінім ыстық, жаман екен деп саған ешкім жақсы абысынын бермейді, сыйлаңдар деп жиі айтатын. Дастархан дайындалып, барлығы киім кешектерін реттеуге кеткенде, Жәмиля да осы сәтті пайдаланып, босанғалы реттелмеген шаштарын сәндеуге кетті. Әрине екінші абысынның рұқсатымен. Енді шашын сәндеп бастағаны сол еді, абысына телефон соғып. Сен қатын қайда жүрсің?
Шаштаразда не болып қалды? Отыр солай шашыңды сәндеп, біз мында шаруаны үйлестіре алмай жатқанда. Жоқ, жаңа барлығыңыз киінеміз деп кеттіңіздер ғой, менің киімім тойханада, сосын шашымды жөндеп алайын деп жақын шаштаразға келіп едім. Шашың неге түсіп қалмайды сенің, осы жалбырап? Абысын, қазір барамын, не болып қалды? Саған сеніп кеттік қой біз, мына столға қойылған заттар талан-тараш болатын болды ғой. Жақсы, қазір жетемін. Осыдан кел, шашыңды бір талдап жұламын. Осыған дейін онсыз да тырысып кейде кері сөйлеп тиісетін абысынның аузынан мынадай ауыр сөздерді алғаш естуі. Жәмила көбіне осыған батыр кінәлі деп ойлайтын еді. Кезінде батырдың сөздерін көтере алмай төркініне кетіп қалғаны естеріңізде болар. Жүрегі дүрсілдеп, шаштараз қыздың жұмысын аяғына дейін жеткізбей, тойханаға алып ұшып жетті. Кіргені сол еді, кісі бар, қонақ бар демей, Жәмиляны жерден алып жерге салып жатыр. Сөздері тамағына келіп тірелгені сол еді, екі абысыны Жәмиляға қарап, бастарын шайқап, үндеме дегендей ишарат білдірді. Жәмиляда да бір адамдай мінез бар. Шаштаразға жіберген абысында сыбап алғаны көрініп тұр. Абысындарына қарап жапқан аузын тағы да ашпады. Жылармандай болып өксік кернеп барады тамағын. Қуаныш сезімінің барлығы су сепкендей басылып қалды. Басы салбырап қызметін ары жалғастырып кетті. Сонда да елдің көзінше ауыр сөздер айтқаны жанына қатты батты. Төркіні де тойға келген еді. Жәмиляның түрінің өзгеріп шыға келгенін анасы да байқады. Байқағанмен біреудің отбасы арасына түспейміз дегендей қасына еріп келген келіні екеуі қыздарынан не болды, кім сөйледі деп сұрамады. Үлкен абысының шыңғырып айқайлаған даусын естімеу мүмкін емес еді. Әлі ашуы басылмаған абысыны, сыныққа сылтау таппай, Жәмиляның бұрын соңды көрмеген, алыстан келген туыстарына сәлем сала қоймадың деумен аяқталды. Шыдамның да шегі бар демекші. Көргенсіз нағыз, неге сәлем салмайсың сен? Кімге? Келген қонақтарға. Абысын, үлкендер жағының барлығына салдым. Көріп тұрмын ғой, кімге салып, кімге салмай тұрғанымды. Сіз неге маған тиісе бересіз? Менің алдыңызда қандай жазығым бар? Шашымды сізден сұранбай жасатқаным үшін әлі қоймай тұрсыз ба? Кешірім сұраймын. Сенің шашың не керек маған? Бізді көзге ілмегенің бұлай тұрсын, енді үлкендер жағын сыйламайын дедің бе, деп даусын одан ары қатты шығаруға тырысып, қоймада жиналып тұрған туысқандардың назарын өздеріне аударды. Айтыңызшы, кімге сәлем салмадым? Әне, ана кісілерге де биікте жастағы екі ер адамды көрсетті, алдарынан қайқаңдап өтіп барасың. Мен ол кісілерді осы тойхананың адамдары деп ойлап қалдым. Кім болып жасайды екен сонда, аспаз ба, әлде пол жуа ма? Расымен алғаш көруім, неге бажылдай бересіз? Сенің тілің шығайын деген екен, иә. Болды доғарыңыз дей бергенде, біреу бетін тіліп жібергендей абысына, тағы да тойхананы басына көтере бастады. Мүмкін келіне қолы да тиіп кетер ме еді, күйеуі келіп сүйреп алып шықпағанда. Осылай ортаға қайын-ағасы түсіп, Жәмиля адуын абысынының түртпегінен құтылды. Не айтқаны белгісіз қайын-ағасының, бірақ содан кейін үлкен абысыны той біткенше, жалпы Алматыдан кеткенше аузын Жәмиляға қарап ашпады. Абысыны екеуінің бажылдасқанын көріп, кейбір туысқан абысын келіндері Жәмиляны сөзге тартып, жаны ашыған кейіп танытқандай сөйлеп, онсызда жанып тұрған отқа от жақпақшы болып еді. Жәмиля бұл жайт туралы ешкіммен талқыламайтынын айтты. Ертесі әулетті қонаққа шақыратын туысқандары көбейді. Біреулері жаңа келінге иесі көрсетеміз десе, енді біреулері батырлардың алыстан келгенін алға тартып, кезекпен шақырып жатты. Сондай бір қонақтықта кіші келін мен үлкен абысынның ортасындағы әңгімені Жәмиля байқаусыз естіп қалады. Ой, бұл ақ саусақ келгенде дым жасай алмайтын. Кімді айтып отырсыз абысын? Жәмиляны айтамын да. Пысық қой Жәмиля абысын. Қайдағы біздің әулетке келіп адам болған түрі ғой. Жаңадан келін болып түскенде қолынан дым келмейтін. Қайдан батыр алып келгені кезінде бізді сынап мінегенде алдына жанын салатын. Өзі кімге тап келді енді? Мен жаңадан түскенде маған атты тиісетін, сол батырдың сөзін көтере алмай төркініме кетіп қалғанда, енем кешірім сұрап алып кетіп еді мені. Сонда әй ертең өзіңе қандай қатын тап келер екен, Құдай болса көрерміз деп едім, айтқандай көрсетті ғой.
Әлде қандай қылып ұзатып алдық, құлағына тағамыз деген сырғаны менсінбей, одан қалса бүкіл Алматыны аралатып көйлек іздетіп, ана үйдегі абысының да еш жоқ, желпілдеп сонымен бірге іздеп дегенін жасап, ойбай бала туа алмай жатыр деп емшіге сүйреп. Білмеймін осының қай жеріне қызыққанын, батырды дуалап алғанда шығар деп үлкен абысына бірді бірге қосып, дымын қалдырмай Жәмиланы күні кеше түскен кіші келінге жамандап отыр екен. Кішісі не айтсын, тек басын шайқаумен отыр. Қонақтан қайтып үйге келді. Қолым бір сілтеп айтса айта берсінші, тез қайтсақ екен үйімізге деп тіледі Жәмила. Бірақ ертесі шыдай алмай, себебі жаңа түскен келін. Алғашқы күндердегідей емес, Жәмила абысына басқа көз қараспен қарап, сөйлеу ырғағы да өзгерген соң. Сен күні кеше түстің, кімнің қандай екенін жүре келе түсінерсің. Саған анау жаман, мынау жақсы деп айтпаймын. Бірақ ұмытпа, сиырдың басына түскен күн, бұзаудың да басына түседі деді де қойды. Тойда аман сау өткізіп, жөн жоралғыларын жасап, көп кідірмей Батыр мен Жәмила өз үйлеріне қайтты. Жүрегінде ауылдағы болған жағдай сызат болып қалып қойды. Осы түскелі үлкен абысына неге қыр соңынан қалмай қойғанын түсіне алмай, жаны ауырып, енесіне де айтқысы келді. Не жаздым мен осы адамға, алдынан кесіп өтпедім, ұрсып жатса да, сөйлеп жатса да кешірім сұрап жатырмын. Бір жаратпай өтті ғой мені деп. Бірақ өмірі үлкен келіннің айтқанын тыңдайтын енесі, түсінер ме екен? Әулетке түскен кіші келін өте пысық болып шықты. Үй егесі кіші бала демекші, Батырдың ата-анасы қолындағы үшінші баласын өз алдына бөлек шығарды. Бүкіл ауыл кіші келіннің шай тамағын, қонақ жайлылығын мақтап айтып отыратын. Үйде құр отырмай тәттілерге тапсырыс қабылдап, кішігірім өз бизнесін дөңгелетіп жүрді. Жылына бір баратын Батыр мен Жәмила келсе де, қабағын шытпай қарсы алып, кеткендерінше баптап күтетін. Қайнысы Ерке, Батырға қарағанда еріншектігі басым еді, әйел алғалы еті тіріліп піси бастаған секілді. Баласының адам қатарына қосылып, келіннің қабағын шытпай, ас суын бергеннен артық не керек ата-анаға. Әттең үлкен абысындарының іштарлығы болмағанда. Жалпы Жәмиланың бір түсінгені, бұл әулетте үлкен абысынның айтқаны, ақ десе ақ, қара десе қара. Не түрткі болғаны, қай қылығымен жақпай қалғаны белгісіз, бірақ осы кіші келіндерін үлкен абысындары көпке шыдатпай, сыйғызбай, енесі мен қайнысына жамандап, 2 жас ажырасып кетеді. Кіші қайнысы Батырға қарағанда ерме, сонысынан болар үлкен жеңгесінің қырық өтірік әңгімесіне сеніп, әйелін жіберіп қояды. Соңғы сөйлескенде келіндері Жәмилаға кезінде, сіз сиырға туған күн, бұзауға да туат дегенде, айтқан сөзіңізді дұрыс түсінбей, жақтырмай қалып едім, енді бәрін түсінді. Сізге еш өкпем жоқ, әулеттеріңізден кетсем де хабарласып тұрайыншы дейді. Ешбір туыстарынан келіндерінің жаман қылықтарын естіп көрмеген Жәмила, көпке дейін енесіне абысындарына барып алып кетсеңдерші деп айтумен болды. Келіндерінің кетуіне не себеп екенін анықтап ешкім айта алмады. Екінші мен үшінші абысындары да еш жамандығын көрмедік деп отыр. Ақыры айналып келгенде, осы істің басында үлкен абысыны тұрғанын білді, енесі де сөзін жақтап тұр. Шыдамай Батырды үгіттеп Алматыға барып, келіндерінің үйіне өздері барып, құда-құдағайлардың алдынан өтейік деп шешті. Қайнысы да түсінгендей болды қателік жібергенін, сонымен әне шығамыз, міне шығамыз деп, Батырдың жұмысының қауырттығынан шығып бола алмай жүргендерінде, Алматыдан енесі хабарласып, келіндерінің үйіне барып қайтпақшы екендерін айтады. Ой, жақсы болды, бізде әуреленбей тәм болдық деп, Жәмила мәз болып, келініне үйдегілер барады, сенде кешіріп күйеуіңмен қайта табыс деп дайындап қояды. Келінді кет әр емес, өзінің сүйіп қосылған адамы, сосын кімге жақсы, қызы үйге қайтып келіп отырғаны. Кіші келіннің үйіне әулет аттанды дегеннен, Жәмиланың жүрегі қобалжып, 2 жас табысса болар еді деп тілеумен болды. Өкінішке орай бірге еріп барған үлкен абысыны, барғаннан кіші келінді өз бауырларына, ата-анасына жамандай берген екен. Кімге ұнасын баласын жамандаған адамдар, оның үстіне кешірім сұрап келіп отырмыз деп алып, айтып отырғандары мынау болса. Қыздың әкесі шыдамай, Жәмиланың қайын жұртын үйлерінен қуып шығады. Ашу үстінде адам өзін ұстай алмайды емес пе? Оны естіген Жәмила да қатты ренжиді қайын жұртына. Осылай 2 жасты қосып, әулеттері бұрынғы қалпына келеді деген тілегі орындалмай, Жәмила іштей енесі не де ренжіп, абысындарының қылығына кейіді. Бар кінәрат енесінде, әрине желіппе абысынның сөзіне еріп.
Бірақ ана деген баласының қамын ойлайтын ең жақыны емес пе? Үлкен келіндері келін болып түскен соң ата-анасы келмеске кетеді, артынан күйеуінің денсаулығы сыр бере бастайды. Bir шетінен алғаш түскен келіні, бір шетінен ата-анасының жоқтығы енесінің келініне ерекше көңіл бөлуінің сыры еді. Онымен қатар денсаулығы жоқ баласымен арасын үзбей, түтінін түтетіп отырғаны бар. Сондықтан да келіндерінің кейбір адам түсінбейтін мінездеріне көз жұмып қарауда. Жәмиланың ойынан келіндері шықпай қойды, бәрібір түбі қосамын деп жиі телефон соғып тұрды. Соңғы жағдайдан кейін келіннің әкесі қатты ашулы болған соң Батыр екеуі кішкене кідіре тұрайық деп шешті. Соның арасынша Батыр інісін қасына шақырып алады. Үлкен құрылыс басшысы болып тағайындалған соң, орнына адамды алыстан іздемей, інісі сенімді деп өзі жасайтын ірі компанияға орналастырады. Осы кезде Жәмила екінші баласын көтерген, жүктілігі біріншісіне қарағанда ауыр өте бастаған соң, Батыр үйге көмекші қыз жалдауды жөн көреді. Себебі күйеуінің лауазымы жоғарылаған сайын қонақта жиі шақыратын. Күтуші қыз үйге қонақ көп келген сайын қонып қалуды әдетке айналдыра бастады. Жәмилаға күтушінің бұл қылығы аса ұнамайды. Бір-екі рет ескерту жасап еді, такси болмай, қайталмай қалдым деген сылтаулар айтты. Жәмиланың түйсігі алдамаған екен. Күтуші қыз қалуын жиілеткенімен бірге, қайнысының қасынан көп шықпайтынын да байқап қалды. Бұрынғы келіндеріне қосамын деп ниеттеніп жүрген Жәмила бірде қайнысын отырғызып қойып: «Кенже бала, осы сенің күтуші қызбен араларыңда не бар?» «Ештеңе, жеңеше. Мен әйелдің қылымсып жүргенін аңғаратын жастамын жаным». «Туу, жеңеше, сізде тек бір көңілге қонымсыз әңгіме айтып, екеуіңнің өткенде бір бөлмеден шыққандарыңда байқамай қалды деп ойлап жүрсең қателесесің. Ойың бар ма? Болса шыныңды айт. Мен келінімізді босқа әурелеп жүрмейін, ол да сені келіп алып кетеді деп ойлап жүр. Онсыз да қосыламын әйеліммен. Онда ағаттық жасама, айтпайын десе айтқызып тұрсың, енді кімге барсаң да сақтанып жүр. Мен бәрін де түсінемін, әйел көрген еркексің. Қайдағыны айтып ұялтпаңызшы» деп қайнысы Жәмиланың күдігінен өзін тазамын деп сендірді. Күтуші қызда өте пысық еді, зыр жүгіріп үйдің жұмысын, қонақты да бір өзі күтіп, Жәмиланың қас қабағына қарап жүретін. Оған да ескертті: «Үйленген жігіт біреудің отбасының ортасына түсуші болма. Білсем аямаймын» деп. Қыз қайныңызбен арамызда ештеңе жоқ деп сендіргендей болды. Күндері Жәмиланың өтіп жатыр, айы күні жеткен сайын қиналу үстінде. Алматыдан енесі келіннің жағдайын жиі хабарласып, туғанынша келіп, үлкен немересіне өзім қараймын дейді. Бір жағынан Жәмила да қуанды, күтуші қыздан құтылатын болдым деп. Қанша тырысып баққанмен Жәмилаға ұнауға, көңілі бір соқпады сол қызға. Кейде күдігін күйеуіне айтқанда, қарқылдап қайныңды қызғанып жүресің бе деп мазаққа айналдыратын. Енесіне келе беріңізші деп соңғы күндері жиі телефон соғатын болды. Басқа адам іздестірейін десе, Батыр тағы сенде қайдағыны шығарып жүрсің деп ұрсама, күйеуінің мазасын алмауға тырысты. Онсыз да соңғы күндері жұмыс көптігінен аузының суы құрып, бір минут демалуға уақыты болмай жүр. Батырдың жаңа жұмысы Атырауда еді, мүмкін климат Жәмилаға жақпады ма, күннен күнге ісініп, өз еркімен қозғала алмай, күн санап салмақ қосып, адам сенгісі жағдайда болды. Келіннің жағдайы нашарлағанын естіген енесінің де мазасы қашып Атырауға жолға шықты. Үлкен үйде тек Батырдың әкесі ғана қалды. Батырдың алдындағы үш ағасы ата-анасының ауласынан бір шарбақтан 3 үй салып алған. Сондықтан аталарын қарайтын келіндер бар, еш алаңсыз жолға шыға беруге болады. Жәмила, күтуші қызға енем келеді жақын арада, жұмыстан босатамын дегеннен бастап, қыздың көңілі түсіп, мазасы қашып, бұрынғыдай емес, жұмсаса ештеңе жасағысы келмейді. Маскасы жайлап шешіле бастағандай, қайнысы да ара-тұра мамамды шақыртпай-ақ қоймадыңыз ба дегендей айтып қалып жүр. Жәмила қайнысын естімегендей жүре берді. Енесі де жетті-ау, дәл сол күннен қалдырмай күтушіні жіберемін деп, Жәмила қызға ертеңінен бастап келмеуін айтты. Енесін күтіп алып, дастархан басына отбасы жайғасты, зорға жүрген болу керек. Күтуші қыз Жәмиланың қайнысына қарап ымдап, бір белгі беріп отырғандай, оны байқап қалған. Жәмиланың қаны қарайып, осылар бірдеңе бүлдіріп үлгермесе болғаны деп ішінен қылпақтап отыр. Себебі кіші келініне Атырауға билет алып беріп қойған. Әне міне дегенше ол да жолға шығу керек еді.
Ата-анасымен Жәмилә телефон арқылы сөйлесіп, оларды 2 жастың тағы да қосылып, бақыттарына бөгет болмай, бір мүмкіндік берулерін өтінеді. Ол жайлы ешкімде білмейді, тек Батыр ғана білетін. Жәмиләнің идеясын қолдап, билетке ақша бергенде өзі. Ақыры не керек, тыпыршып отырған қайнысымен күтуші қыз, менің айтатыным бар, бір жаңалығым болып тұр. Қандай деп елең ете қалды, қайнысының сөзіне Жәмилә. Мен үйленемін. Ойбай, көтек кімге деп анасы сөзге араласты. Сенің онсызда басың бос емес қой деп Жәмилә күтуші қызды көзімен бір атты. Осылай болып қалды, біз Ақнұр екеуміз балалы боламыз. Кім ол Ақнұрың деп анасы баласына таңғалып қарап отыр. Күтушінің атын білмейді. Салдақы дегеніне жеткен екенсің ғой иә деп Жәмилә күтуші қызға қарай қолындағы қасықты қалай лақтырып жібергенін байқамай қалады. Аналары келіп қуаныш болатын үйдің берекесі әп-сәтте бұзылды. Қан қысымы көтеріліп, Жәмилә мына келеңсіз жағдайдың кесірінен ішімдеп ойбайлап ауруханадан бірақ шығады. Босануына жарты ай уақыт бар еді, бірақ ары қарай күтуге болмайтынын айтып дәрігер кесір тілігін жасаймыз деп кесіп айтады. Баласының жағдайы ары қарай талқыланбай, келіні бір жақты болмайынша ешқандай үйлену жайлы сөз қозғалмайтынын енесі алға тартады. Күтуші қызды сол күні ақ үйіне қайтарып жібереді. Сонымен не керек, Жәмиләға кесір тілігі жасалып, дүниеге тағы да ай десе аузы, күн десе көзі бар қыз баланы әкеледі. Операция сәтті аяқталып, Жәмиләнің да қыздың да жаны аман қалады. Операциядан бірақ шығамын деп ойламаған Жәмилә осы уақытта келіні де жолға шығып кеткен еді. Батыр інісіне тосын сыйды айтып, әйелін күтіп алуына жібереді. Батырдың анасы да, інісі де абдырып, күтпеген жағдайда біреуі келінін, біреуі әйелін не деп күтіп аламыз, не айтамыз деп бастары қатады. Болар іс болды, Жәмиләға уайымдауға болмайды, сондықтан үйде кикілжің болмау керек. Жәмилә өз басының саулығымен арпалысып жатқанда, келінін ойлауға мұршасы да келмеді. Енді есін жинаған күні, ауруханаға келген енесі мен келінін көргенде ғана, келіндерінің аман есен жеткенін біліп қауышады. Абысынына күнде ауруханаға келіндері тамақтасып, енесі екеуі үйде отырады. Енесі басында біраз жақтырмай, Жәмиләнің бұл шешімін түсіне алмай, неге ақылдаспай осындай шешім қабылдады екен деп кейіді. Артынан күніге кіші келіні қасында болып, екеуі қатқан боқты біраз жібітіп, іштерін ақтарып сөйлесіп алған соң, қайта тіл табыса бастады. Бірақ көкейінен Ақнұр кетпей қойды. Бұл әңгімені қалай естіртеміз келінге деп күні-түні ойлайтын болды. Ақнұр кетіп бара жатқанында осыдан алмаса сотқа беремін деп көкпектеніп кетіп еді, әзер. Не болғанда да Жәмиләнің ауруханадан шыққанын күтеді, басқа амал жоқ. 10 күндей ауруханада жатып, Жәмилә өзі жүріп тұра бастағанда үйіне бөпесімен шығады. Келгеннен енесі, кіші келінге не айтамыз, өткендегі Ақнұрмен болған жайтты қалай шешеміз деп Жәмиләға құлақ қағыс жасайды. Осы жерде Жәмилә да бұрыннан бар көкпеттігін шығарып, енесіне еш саспаңыз, мен ол қызбен өзім шешемін, қазір тек ерке бала ол қатынға алаңдамай келінмен арасын түзей берсін дейді. Сонда да көңілі жай таппай қайнысын шақырып алып, не істемекшісің, әйеліңді үйіне қайтарып, Ақнұрды алып берейік пе деп сөзге тартады. Қайнысы жеңгесіне қалай Ақнұрдың қойнынан шыққанын айтып береді. Бұл мыстан қыз батырлардың үйіне қонақ келген күндердің бірінде масайып қалған жігітті алдап сулап, түнде қасынан бірақ шығады, бірақ араларында не болғаны жігіттің есінде жоқ. Одан кейін күндері жігітке сен мені сол түні зорладың деп жала жауып, егер де алмасаң арызданамын деп бопсалайды. Жәмилә қайнысының желкесінен нұқып, неге ертерек айтпадың, одан кейін қасына жолатпадым деп ант берші дейді. Жолатпағанын айтып ант ішеді. Бір шикілік болғанына Жәмиләнің көзі жетіп, ертесіне Ақнұрға кездесу белгілейді. Жұлқынып күтуші қыз айтқан жерге келеді, келген бойда, Жәмилә бетің бар жүзің бар демей. Сені сотқа беремін, үйден қомақты ақша ұрланған. Қалайша мен ештеңе алмадым. Білмеймін, сол жерде сенің қолдарыңның ізі бар. Не айтып тұрсыз? Сенен басқа ешкім күдікті емес, қайным сені зорлаған түні, сен сол жерге кіргенсің, видеоға түсіп қалғансың дейді де, қыздың бетіне тесірейіп қарап тұрады. Жоқ, қашан зорлаған, онда ештеңе болмады деп аузынан қалай мына сөздердің шыққанын қыз байқамай, өз өтірігін өзі ашып береді. Ұсталған жері осы еді.
Жәмила да мына сөздеріне таскенеше жабысып, онымен қатар білдірмей телефонға видео түсіріп тұрғаны бар. Ақыры қызға өтірік айтқанын мойындатады. Сау сиырдың боғы емес екен. Бұрындары от басып, үйінде ата-анасының қолында бір баласы бар. Момын жігітті көріп бірден құрыққа түсіру операциясын бастап кеткен. Жәмилаға соттағы арызын кері алып, енді отбасыңызға жоламаймын деп қол хат жазып береді. Ешкімнің зорламағанын, тек жала жапқысы келіп жігітке тиіп алғысы келгенін мойындап. Енесі келініне аң-таң, Жәмила барлығын бүге-шігесіне дейін айтып, ешкімді зорламағанын, тіпті аяғы да ауыр еместігін айтқанда, енесі жағасын ұстайды. Бірақ кіші келіндеріне ың-жыңдарын білдірмей, тігісін жатқызып, ештеңе болмағандай, қайнысының сағынып күткенін айтып, одан ары орталарын бір табан жақындатады. Енді бар мәселе үлкен абысыны еді. Егер ол естісе, дымдарын қалдырмайтыны анық. Соның неге осы кіші келін десе жын ұратыны Жәмилаға жұмбақ еді. Енесі демалып жатқанда келінін сөзге тартады. Айтшы, осы үлкен абысын екеуіңнің араларында не болды? Ештеңе абысын. Жоқ, құр бекер, ол сені жек көруі мүмкін емес. Мен сенен алғаш бір көйлек тоздырып, осы әулеттің табалдырығында бірінші болып аттадым. Сондықтан айтқаның абзал. Қысылып қымтырылып келін сөзді неден бастарын білмей отырды. Жәмила ортамызда қалады, айта бер деп келінін үгіттейді. Абысын, ол кісі білесіз бе, қайын ағамыздың көзіне шөп салып жүр. Қой құрсын, дәл олай емес болар деп Жәмила мына естіген сөздерінен құлап қала жаздайды. Рас айтамын, көрдіңіз бе, сіз сенбей тұрсыз маған. Ал басқалары тіптен сенбейтін еді. Оны қайдан білдің? Сіз оның жиі жұмыстан кеш қайтып, кейде командировкамен басқа қалаға кетіп қалатынын білетін боларсыз. Иә, енді жұмысы, білесің ғой, оның үстіне лауазымды орында отыр. Білдей бір комитеттің бастығы. Сол командировкасы да, жұмыстан кеш қайтуы да жалған. Ол кездері абысын сол ойнасымен кетіп жүр. Жаным-ау, не деп тұрсың сен? Иә, бірде мен байқаусыздан телефонынан оқып қойдым. Ол былай болды, абысын екеуміз оның үйіне қонақ шақыратын болып, базарға керек жарақты алып қайтуға шықтық. Жолда кетіп бара жатып, заправкаға көлігіне бензин құямын деп тоқтады. Телефоны тура алдында жатқан. Қайта біреу телефон қоймай шала берді. Мен көтермедім. Заправкада адам көп болып, абысының кезегі келмеген болу керек. Телефоны қайта шырылдады. Негізі командировкаға 2 күннен кейін кету керек болған. Мен жұмыстан болар деп, білесіз ғой, жұмыстан істейді деп, телефонын үнемі қасынан тастамайтынын. Ойымда ештеңе жоқ. Телефонын алдымда, заправканың ішіне бетедім. Телефон шырылдағанын қойып сымыз келді. Қалай басып жіберіп, ашып қалғанымды білмедім. Қолым тиіп кетіме экранына, жан барлығы отмен, үйдегі зәлім бірдеңеден сезіктеніп қалған секілді деген. Содан жүрегім аузыма тығылып, өзімді жайсыз сезініп, қолым дірілдеп абысынға бармай қайта көлікке қайттым. Ең сорақысы, өзімді тоқтата алмай, алдыңғы жазған сымстерінде оқып қалдым. Бір-бірін сағынғандары жайлы, ары қарай аузым бармайды, неше түрлі жазыпты. Қайын ағамызды да біраз жерге апарып тастапты, қуаттылығы біткен. Сенесіз бе, ойнасты абысын емес, мен жасап жүргендей сезімде болдым. Содан ары қарай абысынға айттың ба? Жоқ, ол күні айта алмадым. Тіпті керек жарақты базардан әкеліп дастархан жасап болған соң, ауырып тұрмын деп үйге қайтып кеттім. Түнімен көз ілмей шықтым. Абысынды көргім келмей, ол үйге келсе қашып жүретін болдым. Бірде енеміз қайын ағанікіне жұмсап, барғым келмесе де бардым. Есік ашық екен. Арғы жақта менің келгенімді байқамай қалған болу керек. Абысын тек өзі үйде екен. Телефонмен иә, мен де сағындым. Күн санап жүрмін. Жолға дайымын. Сол бұрынғы жер ғой деп біреуге айтып жатыр екен. Ары қарай кіруге жүрегім дауаламай, үйге қайтып кеттім. Енемізге ештеңе деп айта алмадым. Тек үйде ешкім жоқ екен дей салдым. Қайын ағаны көрсем, өзімді ұры сезініп ыңғайсызданып жүрдім. Сол кеткенде тура бір аптаға кетті. Үйдегілердің барлығы жұмыс бабымен деп жүр. Күннен күнге абысынды жек көре бастадым. Өтірік мүлайымсып қайын ағаға отағасы, сіз білесіз деп сөйлегенде денем құрысып қалатын. Сонымен не керек, бұны жалғыз мен ғана білмейтін болып шықтым. Ойнасының әйелі де сезіктеніп жүр екен.
Менің құрбымның туысы болып шығады. Құрбым маған бірде әпкесі жылап жездесі жайлы айтып бергенін айтады. Абысының да тый әйтпесе үлкен жанжал болғалы тұр дейді. Ары ойланып, бері ойланып абысымен жеке сөйлесе қойып едім. Ақыры өзімді қарабет қыламын, саған ешкім сенбейтіндей етіп деп үйінен қуып шықты. Содан арамыз дұрыс болмады. Ол күнде тиісіп, менің ығырымды шығарды. Шыммен жайыме жүре берейін деп, ешкімге жария қылмасам да, ол тиісуін қоймады. Осылай мені біресе енеме, біресе күйеуіме жамандап, ақыры ұрыстырып тынды бізді. Сонда бұл жайтты ешкімге айтпадың ба? Жоқ, мен ойладым мүмкін түсініп қалар деп, егер де екеуміз сен жүргіш мен жүргіш деп жолысып жатсақ, елден ұят болмай ма деп те уайымдадым. Жаңағы кісінің әйелі сонымен келмеді ме? Мен ол үйден кеткенше келмеді. Артынан құрбым хабарласқанда мен ол үйде тұрмайтынымды және өздерін шешімдер деп айтқан едім. Шынымен де, мен маған кім сенер деп айтуға қорықтым, оның үстіне мынадай қылығын айтудың өзі ұят қой. Онымен қатар мен кетсем, ауру қайын ағаларын кімге керектен соң, ол кісіні де аяп кеттім. Білесіз ғой, абысын не айтса да барлығы оныкі дұрыс дейтінін, сондықтан мен кетіп қалдым. Жәмила мынаны естіп шок болды. Өздері үлгі тұтып барлығын аяғынан тік тұрғызатын, дұрыс қимылдамаса жақтырмай, ұят қайда деп ұяттарын беттеріне басатын абысындары. Барып тұрған салдық екен. Екеуі не істейміз, кімге айтамыз деп ойланып келе, Алматыдағы екі абысындарына телефон шалып, тамырларын басып көргісі келді. Ең қызығы, олар кіші келіннің кетіп қалу себебін ашық білмейді де, бірақ абысындарының жүріс жасап жүргенінен әр қайсысы хабардар екен. Айтуға барлығы қорқады, сол баяғы қайын ағаларын ойлайды, отбасыларының ортасы түсет дегендей әркімнің өз сылтауы болды. Ойласа келе төрт абысын, үлкен абысындарын ортаға салмақ болып шешет, түбі бәрібір бұл былықтың беті ашылатыны аң. Іштеріндегі ең батылы екінші абысындары болып, қалған біреуі қасына қосшы болып, үлкен абысымен жиналыс ашамыз деп, Жәмилаға артын күтіңдер дейді. 2 күн өткен соң, не болды екен деп артын күтіп жүрген Жәмила мен кіші абысынға, алдыңғы абысындары телефон шалады. Екеуі екі жақтан жабылып, үлкен абысындарын орнына қойыпты. Өзі жайлы ешкім ештеңе білмейді екен деп, сауық сайран құрып жүрген Хотун үшін, өзінен кейінгі келіндерінің жиналысқа салуы, бей құздан құлағанмен тең болады. Бетбақпай мойындағысы келмегенмен, екеуі жан-жақтан дәлел айтқанда, кірерге тесік таппай, қалай ақталарын білмей қалған. Өлген жерім осы, ау деген болу керек, бұрынғыдай емес, тез арада өзгеріп кешірім сұрап, енді бәрін қоямын. Оңбай адастым деп сөз береді. Жеңіс 4 келіндікі болып, осы сыр іштерінде қалатын болып, өзара келіседі. Енесі де немересін қырқынан шығарған соң, Алматыға қайтуға жиналады. Кіші ұлы мен келіні, Батыр мен Жәмиланың қастарында қалатын болып шешеді, бірақ алдымен анасымен еріп барып, барлығы қайта құда-құдағайларының алдынан тағы бір өтейік, 2 бала қосылған екен. Осылай үнсіз отырғанымыз жарамас дейді. Қайнысы мен келіні Алматыға аман есен барып келіп, өмірлері ары қарай Батыр мен Жәмиланың жанында бір шаңырақтың астында жалғасуда болды. Кіші келін елге барғанда, үлкен абысындарының 180 градусқа өзгергенін айтып келеді. Үлкен абысынның құпиясы сонымен 4 келіннің ортасында қалады. Одан кейін ешкім ол жайында әңгіме де, өсек те айтпайды. Бірақ бір жақсысы осы өзара кикілжіңнен кейін үлкен абысындарының командировкасы, жұмыстан кеш қайтуы азайған екен. Бұл да бір жақсылықтың орын алғаны. Расымен үлкен қайнағаларының мүлде денсаулығы жоқ еді. 2 күннің бірінде ауруханадан шықпайды, денсаулығына байланысты жұмыста жасамайды. Осындай байды бағып қағып отырғандан болар, ата-енесі келіндерінің сөзін сөйлейтіні. Кіші келінде көп ұзамай жүкті болып, ұл бала босанады. Енесінің кезінде көрген қамқорлығын Жәмила кіші келініне жасайды, себебі отбасылық бір жағдайларға байланысты енелері Атырауға келе алмай қалады. Ауруханадан шығарғаннан бастап келінін күтіп, ешбір үйдегі жұмысты жасатпай, әбден қатайғанша баптайды. Қырқынан шығарып, бесік тойын жасап Алматыдан қонақтар шақырады. Бір үйден біреу дегендей, үлкен абысыны мен екінші абысыны және келіннің ата-анасы келеді. Солай кішігірім той жасап, барлығы мәз-мейрам. Жәмила кіші келіне ешкімге кек сақтама, таспен атқанды аспен ат деп келгеннен 2 абысындарының асты үстіне түсіп қонақтайды.
Мұндай қарсы алуды күтпеген үлкен абысындары кетерінде кіші келіннен де, Жәмиладан да кешірім сұрап, өзінің жасаған істерінен ұялатынын айтып ақталады. Жәмила абысынына өтті кетті, жабулы қазан жабулы күйінде қалады. Сіз әулеттің үлкен, енеміздің алғаш қуанышсыз, біздің арбаның алдыңғы дөңгелегісіз, солай болады, және солай болып қалады да дейді. Өзде түсінбеген жерім болса кешіруіңізді сұраймын деп кешірім сұрап, қонақтар жақсы көңілмен аман есен елдеріне қайтады. Батыр мен Жәмила реті келіп Атыраудан үлкен жер алып үй бастамақшы болып, Алматыға барып үлкендердің батасын алып қайтпақшы болады. Қастарына Батырдың інісі мен әйелі де ереді. Көптен елдеріне бармаған, бір жағынан бой жазып қайтайық деп ойласады. Жолдан Жәмиланың төркініне соғуды да ұмытпайды. Әжесі мен анасы Жәмилаға баталарын беріп, мақтан тұтатындарын айтады. Жәмиланың енесі құдағайымен сөйлескенде, келіндеріне риза екенін үзбей айтады екен. Иә, бұл әңгімемде тәмамданды, негізі жаза берсем әлі де біраз бөлімдер салуға болар еді. Бірақ бүгін аяқтаймын деп шешім қабылдадым. Көбіңіз кезінде Жәмила өліп үшкен Самат не болды екен деп қызығушылықтарыңызды танытып жатырсыздар. Саматтың не істеп жүргенін білмеймін, бірақ осы екі орта не үшін үзілгені естеріңізде ме? Тәрбиенің барлығы отбасынан басталады. Мүмкін кезінде Саматтың шешесінің Алқаштың қызы деген сөзіне құлақ аспай, қалайда жігітке күйеуге шығып алса, дәл қазір әулетіне, қайын жұртына сыйлы Жәмила келін болып отырмас па еді? Өз ата-анасының бағасын біле білген қыз бала, күйеуінің де ата-анасын сыйлай, құрметтей білетінін Жәмила келін дәлелдеп берген сияқты. Сонымен қатар естеріңізде болса, Жәмиланың әжесі де екі келінді қолында ұстап отырғаны бар. Бірі Жәмиланың шешесі болса, екіншісі әкесінің інісінің әйелі. Бұл да шешесін көріп қызын алдың дәлел емес пе?